Баршаңа сәлем. Катизанды сен мысықтарды қоса отырып, ойын ойнаған боласың. Енді қазір сәтте о жақтан airdropты ала отырып, сен листинг 20 қыркүйек күні болған кезде оны спотовый торговляда USDT ауыстырып, және теңгелей сен Каспий Голдқа шеше аласың. Осының бәрін сәтті орындау үшін саған не істеу керектігін осы бейнероликті айтатын боламын. Сондықтан бейнероликті соңына дейін көр. Және достар, мен 2 күн ішінде Roborock сайтында 54.120 теңге таптым. Оны қалай таптым? Осы бейнероликті айтып беретін боламын. Әңгімені көп созбай бірден Катизанға өте қараңыздар достар. Бірден ашып айтайын, бұл жақтағы мысықтар немесе сен лиганың барлығы ол airdropқа байланысты болған жоқ. Байланысы бар, бірақ та ол пайызы өте аз airdropқа беруіне. Главный нәрсе бұл жақта реферальная программа. Сен адам шақырғаны байланысы монетаны көп береді, және екіншісі ол егер сен донат жасасаң. Мысалы адамдар $200 донат жасаса, уже бұл жақта $1,500 шығаруға қазір сәтте олардың мүмкіндігі бар. Сондықтан бұл жерде донат бәрін решать етіп кетті. Егер де бұл жақта сен әлі ақша салмасаң, онда бұл жақта сен өкінішке орай аз ақша аласың. Мейлі, аз ақшаны алу үшін не істеу керектігін қазір сіздерге айтатын боламын. Егер де сіздер осы ойынға кірген кезде, интерфейста airdrop деген мынандай коробка тұрады. Осын басамыз. Кіргеннен кейін сіздің анализ жасап береді. Яғни сізде қанша кати, қандай монеталар жинадың, не істедің жалпы, өмір байым толықтай информация жинайды и получить мой airdrop сейчас деген басамыз. Нажмите, чтобы открыть, и бізге қанша монета бергенін қазір көрсететін болады. Осылай достар, мысалы Hamster Combat'та да тоже осындай сіздердің бүкіл анализ жасайды, яғни аккаунтыңызға. И мысалы мына осындай маған 11.67 кати берген екен. Қараңыздар, бұл жақта не? 7.18 монета ол адамдар шақырған үшін маған берілген екен. Ішкі табысы дейді, яғни бана мысықтарды бір-біріне қоса отырып, лигаға байланысты соған қарай маған 4 кати монетасы берілген екен. Қызылымыз, мынау бағанағы монета жинадық, мына скрины даже сіздерге алдарыңызда көрсетіліп тұр. Осы монетаны жинаған үшін маған 0.49 кати криптовалютасы берілген екен. Енді бұны біз өзіміздің биржамызға жібере аламыз. Ол үшін депозит на биржа деген төмен жақта түймені басамыз. Қазір сәтте біз биржаға шеше аламыз. Мына биржаның списогі көрсетілген, төмен жақта не кастидиальный кошелекқа шеше аласыз, бірақ ол 19 сентябрьдан басталады. Сондықтан егер не кастидиальный кошелекқа шешем десеңіз, онда сізге 19 қыркүйекке дейін күту керек болады. Ал Binanceға шешем десеңіздер, welcome. Binance басамыз, отправить. Бізге қазір сәтте wait жіберу керек, адрес и memo. Как обычно, біз Dogs'та, Hamster Combat'та қалай жасадық, бұл жерде тоже солай жасайтын боламыз. Бірінші ID пользователін скопировать ете аламыз. Мысалы, менде 394. Егер де сіздер телефон арқылы скопировать ететін болсаңыздар, онда бастық мәзірге өтіріп, сол жақта тары кнопка тұрады, сол профиль деген басасыздар, сол жақта ойдыңыз шығатын болады. Негізі табу ол жөн оңай. Яғни сіз өзіңіз ID пользователіңізді указать ету керексіз. Адрес табу үшін пополнение деген кіреміз. Одан кейін ввод криптовалюты, телефонда то же самое, ввод криптовалюты деген басасыздар. Одан кейін поиск монета, мына жаққа сіздер жазасыздар. Кати деп. Міне бізде Катизан шығып тұр, осын таңдаймыз. Бізде тон, как обычно. И мынаны скопировать етіп аламыз. Адресқа қоятын боламыз. Мемо астында тұрады достар. Мына мемо. Бұны скопировать етіп аламыз. Мемоны қоямыз. Отправить деген басамыз. Подтвердить, яғни біз бір тексеріп алдық. Все, мен жібердім. Мына 20 қыркүйек күні бізге бірден түсетін болады екен. Сол күні уже біз өзіміздің Каспий Голдымызға шешетін боламыз. Осымен Катизанның тарихы әңгімесі бітті. Енді листинг күні ғана бізге монетаны жібереді, оны шешеміз, болды соны Катизанға жоламайтын боламыз. Мен 20 теңгеге розыгрыш жасап жатырмын. Ол розыгрышқа қатысу үшін тек қана осы Roborock сайтында саған регистрация өтіп кету керек болды. Сосын нәтижесі Telegram группада шығатын болады. 20 теңгені 10 адамға 2 теңгеден беретін болам. Каспий Голдқа прямой. Сіздерге оны созбайым, күткізбеймін. Просто прямой лақтырып жіберемін сол күні. И все. Сіздер тегін түрде просто регистрация өткен үшін 2 теңге алатын боласыздар. Жақсы емес па? Roborockқа келік достар. 54.120 теңгемен қалай таптым? Бірінші ақша табу жолы ол Roborock роботын сатып алдым. Сол 4 күн ішінде маған 1320 теңге пайда алып келді. Екіншісі, мен бұл жақта тапсырмаларды орындадым. Тапсырмаларды орындаған үшін маған 4 теңге берілді. Енді қалған ақшаны қаяқтан таптым десем, әрине ол партнерская программа арқылы. Бірінші линияда мен 43.750 теңге тапқан екенмін, ал екінші линияда 4.750 теңге табысқа жеткен екенмін. Яғни достар, сіздер плюс адамдарды шақыра отырып, бұл жақта пайызы үлкендерге айта кетейін 25% құрайды. Яғни мысалы бір адам
10 мың теңге қойса, сен одан 2500 теңге таза пайда түсетін болады. Партнерская программаның әңгімесі былай. Олар депозит жасаған кезде сан 2500 теңге береді, болды. Қалған күндері ол мысалы күнделік табыс алып отырады. Ол дивиденден саған ешқандай табыс берілмейді. Тек қана бір рет қана бонус ретінде беріледі. Сондықтан бұл жақта тоже бір өзім минус бар. Негізі басқа хайп проектілерді күнделікті мысалы дивидендіні процент бөліп беріп отыратын болатын. Қазір бұл жерде бұлай да емес. Бірақ та бұл жердің бір жақсы, бұл негізі достар, бұл жақсы. Себебі бұл проект өмір бақи істемейтін болады, ол обязательно бір күн жабылатын болады. Ал бізге зачем оны созып та бірден табысты алып алған бізге өзімізге ыңғайлырақ болады. Сондықтан бұл бізге негізі плюс. Так, енді ақшаны шешіп көрсейін, 54 мыңның мен уже 25 мың 30 қазір доступна болып тұр, ал қалған суммаларды шешкен болатым, және маған сәтті келіп түсіп жатыр. Қанша уақытта ақша түседі деген сұрақ бар. Ол ақша, мысалы мен кешке жақын бүгін шешсем, ол ертең уже азанда сағат 9:30-10-да түседі. Яғни бір 10 сағат сондай аралықта түседі. Негізі по регламенту 48 сағат аралықта түседі ақша негізі. Ақшаны алу деймін, ең аяқта 25.330 деп жазамын. Банк таңдаңыз. Өзімнің Каспи банкында таңдаймын. Жіберу дегенді басамын. Шығару уақыты 9:00-ден 21:00-ге дейін. Но енді мен қазір сағат әлі 9 болған жоқ, сондықтан 9 болған кезде шешетін боламын. Бұл жақта ақша шешу жағы проблема жоқ, достар. Қазір сәтте бәрі жақсы істеп жатыр. Сосын өздерінің қазақша чаттары бар, Roborock'ның ресми тобы. Бұл жақта 210 адам бар, тек қана осы Roborock жайлы сөз қозап, кім қанша тауып жатыр, кім қанша салып жатыр, сол жайлы өздерінің ақпараттарын бір-бірімен бөлісіп, әңгімені жіберіп жатыр. Егер де Roborockқа қызықсан және де ақша салғың келіп жүрсе, онда welcome бұл группаға кіріп, өзінің әңгімемен бөлісіп, чай ішіп отырып әңгіме айтсам болады. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер, келесі көріскенше.